Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жылқы етінен жасалған кеспе әзірлейтін боламын. Нарын тағамынан кем түспейтін бұл тағам сіздің және сіздің отбасыңыздың сүйікті тағамына айналады деген ойдамын. Тағамды дайындау үшін ең алдымен етімізді салқын сумен жуып аламыз. Ыдысымызға салқын су құйып, етімізді салып, астын орташа отқа қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін бетіне көбігі шығады. Осы көбікті сүзгінің көмегімен жақсылап алып тастаймыз. Көбігімізді алып болғаннан кейін бір дана пиязымызды осылай бүтіндей саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мендегі ет тұздалған, сол себепті тұзды аз салдым. Газдың астын баяу отқа қойып, 1-1,5 сағаттай етімізді пісіріп аламыз. Етіміз піскеннен кейін етімізді бөлек ыдысымызға алып аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға туралған картопымыз бен кеспемізді саламыз. Лапшамыздың бетін ашып пісіріп аламыз 15 минуттай. Менің YouTube каналымда үй жағдайында сорпада езілмей пісетін кеспе дайындаудың видеосы бар. Төменге өтіп, сол видеоны қарап көріп шықсаңыздар болады. Қазір мен қолданатын кеспе бұл дайын кеспе. Кеспемізді салдық, енді араластырып қақпағын толықтай жаппаңыз, себебі тасып кетуі мүмкін. Енді етімізді тураймыз. Видеоны көріп болғаннан кейін каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Кеспемізді құйып аламыз. Туралған етімізді саламыз. Және аскөк салсаңыздар болады. Осымен асымыз дайын. Дәмі өте ерекше. Артық еш нәрсе қоспай-ақ өте дәмді болып шығады. Асыңыз дәмді болсын.